Қайырлы күн, құрметті әріптестер. Мен Қарағанды қаласы Жақып Ақбаев атындағы жалпы білім беретін мектептің бастауыш сынып мұғалімі, педагог зерттеуші Ибраева Жанбота Селиковна. Бүгінгі тақырып қалдық және период, 3-ші деңгей. Бірінші тапсырма. Bir қатарда қара, ақ, көк, сары, жасыл, қызыл шарлар ретімен қойылған 205-ші орында қандай түсті шар тұрады? Шешуі, алдымен қанша түсті шар бар екенін санап аламыз. Бізде 6 түс қайталанады екен. Ендеше 205 пен 6-ның бөліндісі 34-ке тең. Бір қалдық. Бұл деген 34 период, бір қалдық дегенді білдіреді. Яғни 34 рет толық қатар аяқталып, 35-ші қатардың бірінші шары келіп тоқтаймыз. Бірінші тұрған шар қара, сондықтан жауабы қара шар. Екінші тапсырма. Bir қатарда қызыл, сары, жасыл, күлгін, көк, ақ, сұр түсті текшелер ретімен орналасқан 315-ші орында қандай текше тұратын анықтаңыз. Шешуі, 7 түрлі фигура бар екенін санап алсақ, 315 пен 7-нің бөліндісі 45-ке тең. Бұл болады бізде период. Қалдық 0. 0 қалдық ең соңғы фигурада тоқтайтынымызды білдіреді. Соңғы текше сұр. Жауабы сұр текше. Үшінші тапсырма. 1, 2, 3, 4, 5 сандар тізбегі 25 саннан тұрады. Бір саны қай орындарда кездеседі? Шешуі, 1 бірінші орында тұр. Сандар қатары 5 болғандықтан 5 санын қосып отырып, орын санын табуға болады. 1 мен 5-тің қосындысы 6-ға тең, 6 мен 5-тің қосындысы 11-ге тең, 11 мен 5-тің қосындысы 16-ға тең, 16 мен 5-тің қосындысы 21-ге тең. Жауабы, бір саны 1, 6, 11, 16, 21 орындарда кездеседі. Төртінші тапсырма. 1, 2, 3, 4, 5 сандар тізбегі 25 саннан тұрады. 4 саны қай орындарда кездеседі? Шешуі, 4 саны 4-ші орында тұр. Сандар қатары 5 болғандықтан 5 санын қосып отырып, орын санын табуға болады. 4 пен 5 қосындысы 9, 9 пен 5-тің қосындысы 14, 14 пен 5-тің қосындысы 19, 19 пен 5-тің қосындысы 24. Жауабы 4 саны 4, 9, 14, 19, 24 орындарда кездеседі. 5-ші тапсырма. Самат 2 ақ шар, 3 қара шар, 4 көк шарды бірінен кейін бірі осы кезекпен қойды. 80-ші шар қандай түсті? Шешуі, біз шар қатарын 9 екенін білеміз. Барлығын қосқанда 9 шар бізде. 80 мен 9-ның бөліндісі 8. Бұл период. Қалдығы 8 шығады. 9-шы периодтың 8-ші шары екенін анықталды. 8-ші көк шар тұрғанын көріп тұрмыз. Ендеше жауабы көк шар. 6-шы тапсырма. Самат 2 ақ шар, 3 қара шар, 4 көк шарды бірінен кейін бірі осы кезекпен қойды. 90-шы шар қандай түсті? Жаңа алдындағы тапсырмаға ұқсас, біз 90 мен 9-ның бөліндісі 10-ға тең, қалдық 0 шығады. Қалдық болмаса, ол сол қатардың соңғы шары дегенді білдіреді. Ендеше ол тағы да көк шар. 7-ші тапсырма. Төмендегі фигуралар қандай да бір заңдылықпен орналасқан. Егер барлығы 37 фигура болса, неше шеңбер бар? Қайталанып тұрған фигура саны бізде 4. Ендеше 37 мен 4-тің бөліндісі 9-ға тең. Бұл период. Қалдығы 1. Бірінші тұрған фигура 3 бұрыш. Ендеше 3 бұрыш 10 рет, қалғандары 9 рет қайталанып тұр. Жауабы 9 шеңбер. 8-ші тапсырма.
ажар 15 шарды бір ақ және 4 қара ретімен орналастырды. Ақ шарлар мен қара шарлардың санын табыңыз. Шешуі. 15 пен 5-тің бөліндісі 3-ке тең. Яғни осы ретпен 3 рет қайталанды. Ендеше 1 мен 3-тің көбейтіндісі 3-ке тең. Бұл ақ шар болады. 4 пен 3-тің көбейтіндісі 12-ге тең. Бұл қара шар. Енді ақ шар мен қара шарды қосқанда 3 пен 12-ның қосындысы 15 шар. 9-шы тапсырма. Алтын тұғыр 2025 осы заңдылық бойынша 2025 орынға сәйкес келетін санды немесе әріпті табыңыз. Біз білеміз, символ саны 14 бізде. 2025 пен 14-тің бөліндісі 144-ке тең. Бұл период болады. Қалдығы 9. Ендеше 9-шы символ А әріпі. Жауабы А әріпі. 10-шы тапсырма. A, B, C, D, E, F әріптер қатарының 2020-шы әріп пен 2021-шы әріпін біріктірсек, төмендегі жауаптардың қайсысы дұрыс болады? Жауабы. Период бізде 6. 2020-ны 6-ға бөлсек, 336 шығады. Қалдығы 4. A, B, C, D, E, F 336 рет қайталанады. 4 қалдық болғандықтан бізде 4-ші әріп D болып тұр. D-дің қасында әріп I. Сондықтан 2021 I әріпінде. Тексереміз. 6 мен 336-ның көбейтіндісі 2016-ға тең. 2016-ға жаңағы 4 қалдықты қосқанда 2020 шығады. Жауабы 2020-шы әріп D, 2021-шы әріп I. Сонда D, I жауабы. Назарларыңызға рахмет.